ана неге не байқауларды сол жерде арман ешкі шығып қалмас па екен? Қайдан мен әлі звезд бұйырса айтпақшы қағаздар мен сөйлесемін, компьютермен сөйлесемін, білмеймін. Күні сол қағаздармен алысымен өтеді ғой. Құжаттар, тілдің болса ғой, қайда демалсайшы деп айтар ма едіңдер. Бірақ қайдам, сендер сөйлемейсіңдер, көбейесіңдер, қоян сияқты. Есік тарс ашылады, директор кіріп келеді, дем жетпей тұрған сияқты. Сәлеметсіздер ме? Айданы көрдіңіздер ме? Айда, тез, шұғыл, мыналарды бүгінге дайында. Қолына не бергенін өзі де білмей шығып кетеді. Директор кеткенде зауыт ентігіп келеді. Айда, қайдасың? Приказдар дайын ба? Дайындап жатырмын қазір. Тез етіп дайындап. Жарайды. Мен ауданға барып өткізу керек. Жақсы. Ол шыға бере шаруашылық меңгерушісі кіріп келеді. Шамасы телефонмен ұрсысып Жарайды, қазір жіберемін, жарайды. Айда, қалайсың? Бізге сұраныс керек, сұраныс тез жаз. Срочно. Қыздар, гүлдерге соғиямыз. Осы мектепте мен ғана жұмыс істеймін ба деймін. Өзінен өзі ренжіп шығып кетеді. Кабинет есігі айналмалы есік сияқты айналып тоқтамай, адамдар кіріп шыққаннан айда орындықта айналып қалады. Осы мектептің құжаттары жеке өмірім жеп қойды. Кеше су ішсем, стаканнан приказ шыға кетті. Ішкен суының көлемі 250 мл бекітемін деп. Телефон соғылса да ойлаймын, тағы да тапсырмама. Тіпті түсімде директор қуып жүр. Айда, өтінішті тексерші. Қазір бұл құжаттармен жақсы достасып кеттім. Егер бұларға жан бітсе, Айда, сен мықтысың, сен қолыңнан барлығы келер еді, деп айтарым еді. Еден жушы апайларда сыбырласып, жігіт тауып берейік деп қояды. Мен айтам, бірінші мені табыңдар, осы бөлмеден, кабинетімнен шалмай жүрген жоқпын ба? Кейде ойлайым, осы мектепке екінші Айда керек шығар. Бірақ қойш, екінші Айданы қайтем, мен барлығына өзім үлгеріп жүрген жоқпын ба? Бір сөзбен айтқанда, мектеп менің жұмыс орным, құжаттар менің тағдырым, ал кофе менің жалғыз тірі досым.